Толған мектеп-гимназия интернатының 9-шы Б сынып оқушысы Сапабекова Айару. Ыбырай Алтынсарин: әй достарым! Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәндетті, бір көруін қанбетті, жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы болма. Жоғары қарап оқ атпа, өзінің түсер қасыңа. Ақылсыз жанды досым де, басыңды қосып сыр айтпа. Күндердің күні болғанда, ол жаман айғақ болар басыңа. Бар күшіңді сынаспай, балуандармен күреспе. Таң боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Сырты майда, іші қан, ел ішінде жан жора. Достарыңнан бір сақтанғанда мың сақтан. Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының 9-шы Б сынып оқушысы Хасен Айсәуле. Ыбырай Алтынсарин бір уыс мақта. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отырған кезде қасына шешесі келіп ақыл айтады. Балам, дүниедегі жаратылған жәндік жансыздардың ешқайсысы керексіз болып, жерде қалатыны болмайды деді. Осы сөзді айтып отырғанда қыз шапанын тігіп болып, жердегі мақта қиқымдарын терезеден далаға лақтырып жібереді. Әже, осы мақта қиқымдардың еш нәрсеге керегі болмас деді. Сонда шешесі айтады: олар да жерде қалмас деді. Кейін сөйлесіп отырғанда терезеге қараса, манағы мақта қиқымдарын жел ұшырып, оны торғай көріп, қуып алып кетті. Сонда қыз айтады: әже, осы мақта қиқымдарын торғай не істейді деді. Сонда шешесі айтады: көрдің бе балам, ол мақта қиқымдарын торғай ұясына төсе, балаларына мамық етеді деді. Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының 5-ші Б сынып оқушысы Үсен Айжан. Ыбырай Алтынсарин әңгімесі түлкі мен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсыздан бір терең апанға түсіп кетіпті. Шығайын десе шыға алмай тұрғанда, ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға келіп, түлкіні көріп: әй, түлкі батыр, не қылып тұрсың депті. Түлкі айтты: ой, не қыласың батыр? Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өлдім. Ал апанда әрі салқын, әрі түбіде тұп-тұнық салқын суы бар екен дейді. Соны ешкі естіп, мен де су ішейін деп секіріп апанға түскенде, түлкі дағы оның үстіне секіріп, одан мейізіне шығып, мейізіден қырға шығып, жүніне кетті дейді. Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының 5-ші Б сынып оқушысы Телеуқан Алихан. Бір уыс мақта. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Оның қасына шешесі келіп ақыл айтыпты: балам, бұл дүниедегі жаратылған еш жәндік жансыздың жерде қалып жатуы дұрыс емес. Бұл ақылды тыңдап жатқан қыз жерден бір кішкентай мақтаны алып терезеге лақтырып жіберіпті. Апа, бұл мақта ешкімге керек емес болды. Жоқ, бұл да керек зат деп оған шешесі жауап беріпті. Кейін қыз терезеге қарап тұрса, бұл мақтаны желмен ұшырып кетіпті. Бұны көрген торғай ұшып келіп тұмсығымен мақтаны ұстап алып, ұшып кетіпті. Қыз бұны көріп апасына айтыпты: апа, неге бұл торғай бұл мақтаны алып ұшып кетті? Бұл ешкімге керек емес мақта ғой. Не көрдің бе балам, сен айтқан сөзің күн өтпей келіпті. Бұл торғай мақтаны алып ұяшығына апарып балапандарына жаңа мамық етеді.